Кумтештагыңыз, мынау енді сіздің отбасыңызда орын алған оқиғадан кейін өмір сақтандыру бағдарламасына әлде де күмәнданып, әлде де ойланып, сеніңкіремей жүрген адамдарға қандай кеңес берер едіңіз? Менің жолдасым Хасиев Марат 2025 жылдың маусым айында кенеттен ауырып қалды. Жолдасымның қасында оңалту орталықтарында болдым, емханаларда болдым. Бос палата, бос койка болған жоқ. Мен жүрген жердің барлығында науқастардың көптігін байқадым. Кәрі жасқа қарап жатқан жоқ. Олардың барлығы да бір-бір үйдің асыраушысы, ер азаматтары көбісі. Мен айтар едім, үйге нан тауып тұрған, бала шағасын асырап отырған әрбір адам өз өмірлеріне бей-жай қарамау керек. Бала шағасының алдында жауапкершілікті сезіну керек. Сақтандыру оқиғалар орын алмай тұрып, ертерек өмірлерін сақтандырып, қор жинау керек. Рахмет. Өмір сақтандыру бағдарламасы бұл сақтандыру оқиғасы болғанға дейін жасалатын келісімшарт. Ауырмай аман болайық.